Сәлем, болашақ физик байланыста Нұрдаулет ағай. Бүгінгі видео сабақта біз оптика тақырыбы және оның ішінде айналар деген тақырыпқа тоқталамыз. Яғни оптика біз білетіндей геометриялық және толқындық оптика болып екі тараумен бөлініп қарастырылады. Геометриялық оптика жарық сәулелерінің бағытын зерттейтін болса, толқындық оптика жарықтың толқындық қасиеттерін зерттейтін физика бөлімі. Жалпы бұл бөлім бойынша ұбт-да 6 сұрақ келеді. Ал айналар тақырыбын білу арқылы біз кем дегенде 2-3 балл өзімізге қосатын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қара, түсінікті етіп, ұбт есептерін талдап отырып, айналар тақырыбын толықтай түсіндіріп беретін боламын. Ендеше өзім жайлы қысқаша ақпарат. Нұрдаулет Мақсатұлы осы күнге дейін дәл өзің сияқты 7000-нан астам физик дайындап, олардың грантқа түсуіне көмек көрсеткен болатынмын. 9 жыл еңбек өтілім бар және Қазақстандағы ең беделді Қара шаңырақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. Сол жерде магистр дәрежесін алып, яғни физик магистр дәрежесімен оқушыларды дайындап жүрмін. Шетелдегі тәжірибелерім мен сол жақтағы үйренген білім беру жүйесі арқылы өзіңе кез келген тақырыпты жеңіл түсіндіріп беретін боламын. Және Edusser онлайн платформасында бізде керемет мүмкіндік. Яғни 5 пәннен небәрі 45990 теңгеге толықтай ұбт курсын ала аласың, бір айлық. Және ол бір ай ішінде өзіңе ұнайды, мұғалімің ұнайды, кураторың ұнайды, яғни соның барлығын бақылап болғаннан кейін толық курсты алуға болады. Яғни қазір өте үлкен жеңілдік және сен үшін ұбт-ға дайындықтың ең керемет мүмкіндігі болып тұр. Енді айналық бет жалпы түскен жарық сәулесін қайтадан сол ортаға бағыттайтын бетті айтамыз. Және айнаның екі түрі бар, ол сфералық айналар және жазық айна. Сфералық айна екі типқа бөлінеді, ойыс және дөңес. Бұл жерде бізде ойыс айнада да, дөңес айнада да оның фокус арақашықтығын анықтайтын бір ғана жалғыз формула бар. Фокус арақашықтығы оның қисықтық радиусының жартысына тең болады. Жазық айнада кескін жалған болады. Яғни жазық айнамыз күнделікті өмірде қолданып жүрген, біз қарап шашымызды жөндеп алатын айнаны жазық айна деп аламыз. Ол жерде дене қандай қашықтықта болса, кескін де дәл сондай қашықтықта болады. Яғни біз айнадан 3 метр алыста тұратын болсақ, біздің кескініміз айнаның арғы бетінде жалған кескін болып 3 метр қашықтықта көрінеді екен. Сонда дене мен кескіннің арасы 6 метр болып табылады. Өлшемі өз өлшемімен бірдей болады. Яғни мен 2 метр болып, айнаға 2 метр болып қарайтын болсам, өлшемім, яғни менің кескінім де 2 метр болады екен. Және тура кескін симметриялы. Симметриялы деген жаңағы айтқан, мен айнадан қандай қашықтықта болсам, кескінім де дәл сол қашықтықта деген мағына. Әрмен қарай, кез келген айналарды қандай да бір градуспен қою арқылы біз неше кескін аламыз деген ұбт сұрақтары кездеседі. Оған да қазір есеп шығарып көрсететін боламын, және оның формуласы кескін санын анықтау үшін, яғни n ол кескін саны, 360 бөлінген альфа, яғни екі айна бір-біріне 30 градуспен 60 градуспен қойылса неше кескін алынады деп сұрайды. Сол кезде альфа бұрышты қою арқылы 360 бөлінген альфа минус 1 формуласын қолданып есеп шығарамыз. Бұның өзі де ұбт-да саған плюс 1 балл болып тұр. Ендеше біз ойыс дөңес айналардан кескін алуды үйренейік. Ең алдымен ойыс айнадан кескін алу. Ойыс айна дәл дөңес линза сияқты, яғни ойыс айна қарама-қарсы дөңес линза сияқты дененің орналасуына байланысты әртүрлі кескін береді. Мәселен, бірінші жағдайда зат айнаның F фокусы мен C төбесінің арасында орналасқанда қалай кескін аламыз? Ендеше қарайтын болсақ, фокус мына жерде бізде, ойыс айна көріп отқандарымыздай ойылып қалған, мына жері. Дөңес болғанда домалақ болатын еді, сыртқа қарай шыққан. Ойыс айна, енді кескін алу жолдары қалай? Дәл линзаныкіндей денеміз, міне S денеміз тұр. Денеміздің ұшынан ұстап тұрамыз да бірінші жарық сәулесін айнаға қарай жүргіземіз.
Айнамен қиылысқаннан кейін ол сол сәуле фокусқа жинақталады, яғни фокус арқылы өтеді. Екінші, дәл оптикалық центрге тағы да біреу жүргіземіз, және ол қандай градус бұрышпен түскен болса, дәл сондай градус бұрышпен шағылады. Айнаның ең үлкен бір осындай қасиеті бар. Неше градуспен түссе, дәл сол бір градуспен шағылып кетеді. Екі сәуленің шағылысуы екі жаққа қарай бағытталған, яғни олар ешқашан қиылыспайды. Екі жаққа қарай үлкейіп кете береді. Ал олардың қиылысуы керісінше мына жақ бетте жалған бетіне қарай ауысып кетеді екен. Яғни линзаларға қарағанда кескін мына бетке қарай өтіп кетсе, ол жалған болады. Сонда екеуінің қиылысу нүктесінде бізде кескін пайда болады. Бұл кескініміз көріп отырғандай жалған, себебі линзаның арғы бетіне өтіп кетті. Тура, яғни төңкерілген жоқ. Тура деген сөз, яғни ұшы мына жақта болса, оның да мына жақта денеміздің де ұшы бастары сәйкес келеді. Яғни төңкерілмеген, немесе оны тура деп айтамыз. Келесі үлкейтілген, көріп отырғанымызда кескініміздің биіктігі дене биіктігінен әлде қайда үлкен, яғни үлкейтілген. Демек, ұбт-да D кіші F-тан болса, онда жалған, тура, үлкейтілген кескін болады екен. Бұл тек қана ойыс айнаға айтылған дүние. Келесі екінші нүктеміз ол зат айнаның фокусына қойылған болса, яғни дәл фокусқа қойылатын болса денеміз, затымыз, біз кескінді жүргіземіз, айнаға келіп түседі ол, және фокус нүктесіне қарай жиналықталады. Екіншісі дәл центрге қандай градуспен түссе, дәл сондай градуспен шағылады. Сәйкесінше біздің екі түзуіміз бір-бірімен қиылыспайды. Былай қарай созсақ та қиылыспайды, төменге қарай созсақ та қиылыспайды, себебі олар параллель түзулер. Параллель түзулер қиылыспайтын болса, онда айнада кескін жоқ, яғни кескін болмайды. Демек, ойыс айнаның фокусына денені қоятын болсақ, D тең F болса, ешқандай кескін бермейді екен. Дәл дөңес линзадағыдай, яғни жинақтауыш линзадағыдай. Комментарийға линза сөзін жазатын болсаң, мен саған линзалар тақырыбында тегін беретін боламын. Әрмен қарай, келесі тағы бір нүкте ол денеміз 2F-пен, яғни екі еселенген фокуспен фокус аралығында орналасса. Ол кезде бізде шын, төңкерілген, үлкейтілген кескін алынады екен. Мына жерде кескіннің алыну жолы көрсетіліп тұр. Әрмен қарай, зат айнаның оптикалық центрінде орналасса. Оптикалық центрі, яғни 2F-та. Біз білеміз, қисықтық радиустың 2F-қа тең екендігін, және бұл оптикалық центр деп аталады. Сол кезде D тең 2F-қа қойылса, шын, төңкерілген және өз өлшеміне тең кескін алынады екен. Дәл дөңес линзадағыдай. 2F-қа қойғанда өз өлшеміне тең кескін алынатын еді. Тағы да есіңе сала кетем, комментарийға линза сөзін жазатын болсаң, мен саған линзалар тақырыбында тегін ашып беретін боламын. Әрмен қарай, енді соңғы нүктеміз, енді денеміз екі еселенген фокустың да арғы жағында орналасатын болса, яғни мынау оптикалық центр O нүктесі болса, оның да арғы жағын алыстататын болсақ, онда бізде кескін шын, төңкерілген және кішірейтілген, яғни мына кескін алынады екен. Көріп отырғанымыздай, айнаның оң жақ бетінде, дене тұрған жақ бетінде кескін алынатын болса, шын кескін деп аталады екен. Ал айнаның арғы бетіне өтіп кетсе, жалған кескін деп атаймыз. Зат айнаның оптикалық центрінен қаншалықты ұзаса, оның кескіні фокусына жақындай түседі. Мұнаны мен жайден-жай жазып қойған жоқпын, ұбт-да осындай теориялық сұрақ бар. Міндетті түрде өзіңе түртіп ал және есіңде сақтап ал. Әрмен қарай, дөңес айнадан кескін алу, дөңес айна бұл керісінше линзалардағы ойыс линзамен бірдей кескін береді. Яғни бұл жерде кескін қалай алынады десек, көріп отырғанымыздай біздің айнамыз дөңес, яғни мынадай дөң болып кеткен, томпақ. Енді одан затымыз, мынау денеміз, қандай да бір қашықтықта орналасқан, бұл кез келген қашықтықта бола берсін, бәрібірде жалған тура кішірейтілген кескін шығады. Кескінді қалай аламыз? Ұшынан жүргіземіз, айнаға келіп тиеді, және бұл ойыс линза сияқты дөңес айнада осы нүкте арқылы шашыратып жібереді. Шашырату кез келген нүкте арқылы шашыратпайды, яғни оның шашырау нүктесі жалған фокус арқылы, жалған фокус минус F деп қояйық, жалған фокус арқылы орындалады. Келесі бас оптикалық оське алып өтемін, яғни мына қиылысу нүктеге, және қандай градуспен түссе, дәл сондай градуспен альфа бұрышымен түссе, дәл сол альфа бұрышымен шағылады. Бұл шағылған сызықтың созындысы бастапқы біздің мына бірінші
кесіндімізбен, яғни векторымызбен қиылысу нүктесінде біздің кескініміз пайда болады. Кескін байқап отқандай арғы бетіне ауысып кетті, демек ол жалған болады, және төңкерілген жоқ, ол тура деген сөз, және кішірейтілді көрсек өлшемі кішірейіп тұр, яғни кішірейтілген кескін алынады екен. Бұл айна үшін біз қандай формула қолданамыз? Дәл линзадағы формуланы қолдануға болады. Минус 1 бөлінген f тең 1 бөлінген d минус 1 бөлінген кіші f. Бұл жердегі мына минус таңбалары кескіннің жалған екендігін және жалған фокусқа жинайтындығын көрсетіп тұр. Немесе оны біз минус 2 бөлінген r деп те ауыстыра аламыз. Себебі қайта естеріңе сала кетейін, фокус аралығы радиустың жартысына, қисықтық радиустың жартысына тең болады. Міне осылайша біз айналардан кескін ала алады екенбіз. Ендеше есеп шығару үлгісіне көшейік. Номер бірінші есеп, бұл жай есеп емес, міндетті түрде ұбт-да кездесетін оқушылардың қиналатын есептері. Міндетті түрде мұқият тыңдап ал және өз дәптеріңе жазып алуға болады. Өзара перпендикуляр орналасқан айналар жүйесінен бақылаушы өзінің неше кескінін көре алады. Кескін саны, яғни n-ді сұрап жатыр. Екі айна бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Мәселен, мына жерде бірінші айнамыз болсын, және екінші айна осыған перпендикуляр орналасса, демек екеуінің арасындағы бұрыш 90 градус деген сөз. Міне осы жерде бақылаушы неше кескін көреді. n тең болады 360 градус бөлінген альфа минус 1 деген формуланы қолдана саламыз. Бұл кескін санын анықтайды. 360 градус бөлінген альфаның орнына перпендикуляр, яғни 90 градусты қоямыз, минус 1. Сонда 360-ты 90-ға бөлетін болсақ 4, 4-тен 1-ді азайтсақ, n тең болады 3 кескін. Яғни екі айна бір-біріне перпендикуляр орналасса, біз 3 кескін көре алады екенбіз. Әрмен қарай, адам айна жазықтығына 3 метр қашықтықта орналасқан дейді, яғни бізде жазық айна, міне мынау жазық айна, мына жерге жер сап қояйын. Мына жерде біздің адамымыз орналасады екен. Ол айнадан 3 метр қашықтықта. Адам мен оның кескінінің арасындағы қашықтық. Яғни мен жаңа атап өткендей, біздің адамымыз мына жерде болса, оның кескіні де айнаның арғы бетінде жалған дәл сондай қашықтықта болады. Яғни мына кескінге дейінгі қашықтық минус f бұл жалған кескін. Айнада жалған кескін алынады. Сонда адамға дейінгі қашықтық 3 метр болса, онда кескінге дейінгі қашықтық та 3 метр болады. Себебі d тең кіші f-ға. Бұл жазық айнаның негізгі қасиеті. Ендеше қараймыз, 3 метр, мынауда 3 метр бізге айтады, адам мен оның кескінінің арасы. Яғни мына адам мен оның кескінінің арасы қанша деп сұрап жатыр. Ол әрине 6 метр. Демек, біздің жауабымыз d плюс f, ол әрине 6 метрге тең болады. Әрмен қарай, күшік жазық айнаға 1,5 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп барады дейді. Яғни күшік, бұл жерде адам емес, әрине күшік екен. Десек те, күшіктің суретін қатты сала алмағандықтан мен адам қылып сала берейін. Мына жерде айнамыз тұр міне. Адам жүгіріп бара жатыр дейік, айнаға қарай 1,5 метр секунд жылдамдықпен. Егер күшік айнадан 5 метр қашықтықта болған болса, яғни бастапқыда 5 метр қашықтықта болған, демек оның кескіні де сәйкесінше дәл 5 метр қашықтықта болған еді. 2 секундтан кейін күшік пен оның кескінінің арасы. 2 секунд уақыт өтеді, ол қанша жол жүреді? S тең VT деген формулаға саламыз. V бізде 1,5 көбейту 2 секунд, ол 3 метр жол жүреді. Демек, біздің күшігіміз 3 метр жол жүріп тастайды. Мына жерде 3 метр жол жүріп тастайтын болса, оның айнаға дейінгі қашықтығы 2 метр болып қалады. Солай емес пе? Яғни адам айнаға қарай жүгірсе, оның кескіні оған қарама-қарсы жүгіретіндігі түсінікті. Яғни адам айнаға жақындаса, кескін де айнаға қарай жақындайды. Сол кезде мына жерде оның кескіні шығады, және ол айнадан 2 метр қашықтықта болады. Енді бізге айтады, мына күшігімізбен, яғни адамымызбен оның кескінінің арасы. Яғни 2 метр жалпы d плюс f, яғни 2 қосылған 2 тең 4 метр болады екен. Есептің жауабы 4 метр. Ешқандай қиындықсыз. Бұл жерде білу керек дүние, кескін дене айнаға қандай жылдамдықпен жақындаса, кескін де дәл сондай жылдамдықпен оған қарама-қарсы жақындай түседі екен. Әрмен қарай, биіктігі 5 метр дене, фокус аралығы 10 см ойыс айнадан 12 см қашықтықта орналасқан. Яғни фокус аралығы f тең 10 см деп қояйын.
Ол орналасу қашықтығы кіші d 12 сантиметр. Демек, бізде d-міз қай жерден үлкен болып тұр f-қа қарағанда. Демек, ол f-тан үлкен, және 2f дегеніміз бізде 20 сантиметр ғой. 20 сантиметрден кіші болады, сонда 2f-тан кіші. Мына шартты қанағаттандыратын кездегі кескін алуымыз қажет болады. Кескін қай жерде орналасқан және оның өлшемі қандай дейді. Ендеше, мына шартты қанағаттандыратын бағанағы кескінді аламыз, яғни біздің денеміз фокуспен, екесі мына фокус болса, мынау екеселенген фокус болсын, екеуінің ортасында орналассын. Себебі мына жерге дейін 10 сантиметр, мына жерге дейін 12 сантиметр денеге дейін. Денеміз бізде төңкерілген болады екен, және өлшемі үлкейтілген болады. Кескінге дейінгі қашықтықты біз f әрпімен белгілейміз, және сәйкесінше орындарына қойып шығара саламыз. 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d плюс 1 бөлінген кіші f. Сәйкесінше мына бетіне ауыстыратын болсақ, 1 бөлінген үлкен f ол бізде 0,1 минус 1 бөлінген d бізде 0,12 тең 1 бөлінген кіші f. Осы жерден кіші f-ті табатын болсақ, 0,6 метрге тең болады екен. Немесе ол 60 сантиметр. Яғни біздің кескінге дейінгі қашықтығымыз 60 сантиметрге тең екен. Енді осы жерде сызықтық ұлғаюды анықтасақ болады. Яғни неше есеге үлкейгендігін. Оны анықтау үшін f бөлінген d формуласын қолдана береміз. Дәл линзалар тақырыбындағыдай. F бізде 60 сантиметр, денеге дейінгі қашықтығымыз 12 сантиметр. Тең болады 5. Яғни денеміз кескіні денеден қарағанда 5 есе үлкейтілген болады екен. Сонда мен жазамын, 5 есе өлшемі 5 есе үлкен, және төңкерілген, және шын кескін. Мына бетке ауысып кеткенде жалған болатын еді. Бізде дене жақ бетке қарай өз жақ бетінде тұр. Демек, ол шын кескін болады. Линзаға қарағанда ол қарама-қарсы. Линзалар тақырыбында толық көріп шығатын болсаң, екеуінің қарама-қарсы екендігін байқайсың. Линза тақырыбын көргің келсе, комментарийға плюс қалдыр. Немесе линза сөзін жазсаң, мен саған доступ ашып беретін боламын. Әрмен қарай тағы да бір видеомыздың соңында есіңе сала кетейін. Бізде осындай Viz Elite Smart Prime деген 4 пакет бар. Сіздер ол пакетті алу арқылы ұбт-ға дайындалсаңыздар болады. Немесе тағы бір керемет мүмкіндік, ол 45.990 теңгеге Eduser онлайн платформасынан 1 айлық доступ алуыңызға болады. Сізге ұнап жататын болса, әрмен қарай мына пакеттер бойынша толық ақпаратты алып, пакет арқылы ұбт-ға дайындалсаңыз болады. Жалпы толық ақпаратты алу үшін мына номерге байланысқа шықсаңыздар болады, немесе видео астындағы сілтемеге өтіп, толық ақпарат алуға мүмкіндік бар. Ендеше ұбт-да сәттілік.